Алғашқы 3 заң жобасы бір-бірімен байланысты, сондықтан олар бойынша ортақ баяндама жасасақ қарсы емессіздер ме? Ондай болса, алғашқысы мүмкіндік шектеулі балаларды кешенді қолдау туралы және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мүмкіндіктері шектеулі балаларды кешенді қолдау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобалары бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы Аймағамбетов Асхат Қанатұлына беріледі. Құрметті Ерлан Жақанұлы, қадірлі әріптестер, аталған заң жобалары парламент депутаттарының бастамасымен әзірленді. Заң жобалары ерекше қажеттілігі бар балаларды қолдау бойынша нормаларды қамтиды. Атап айтқанда, психологиялық, медициналық және педагогикалық кеңес беру орталықтарының атауларын арнайы білім беру қажеттіліктерін бағалау орталықтарын өзгерту, арнайы білім беру ұйымдарының атауларын мамандандырылған психологиялық және педагогикалық қолдау көрсететін білім беру ұйымдары деп өзгерту, сонымен қатар ерекше психологиялық педагогикалық қолдау көрсететін ұйымдардың қызметін лицензиялау сияқты нормалар бар. Комитет заң жобасын жұмысқа қабылдауға және тиісті қорытынды әзірлеуге дайын, қолдауларыңызды сұраймыз. Асхат Қанатұлына сұрақтарыңыз бар ма? Онда осы қаулыларға жеке-жеке дауыс берейік. Бірінші кезекте мүмкіндігі шектеулі балаларды кешенді қолдау туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөніндегі қаулы дауысқа қойылады. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беруге болады. Қатысып отырғандар 91 депутат, жақтағандар 91 депутат, шешім қабылданды. Келесі кезекте Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мүмкіндіктері шектеулі балаларды кешенді қолдау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөніндегі қаулы дауысқа қойылады. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін көрсетіңіздер экранда. Қатысып отырғандар 91 депутат, жақтағандар 90 депутат, дауыс бермеген 1 депутат. Сонымен шешім қабылданды. Келесі кезекте Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөніндегі қаулы дауысқа қойылады. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қатысып отырғандар 91 депутат, жақтағандар 91 депутат, шешім қабылданды.